Сәлем достар, бүгінгі видеода өздеріңіз біліп тұрғандай Get ready with me for school. Бүгін бірге мектепке дайындалатын боламыз. Және де мен бұл видеода flex медиалермен айналысып жатырмын, қандай шараларға қатысып жатырмын деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламын. Ендеше көп созбай кеттік. Қазір сағат 5. Мен үнемі 5-те тұруды әдетке айналдырғанмын, бірақ та кейбір кезде 10-ға жетпей, кейбір уақыттарда 10-нан асып 11:30-дарда ұйықтаймын, бірақ та мүмкін болса максимум 5-ге дейін тұруға тырысамын. Мынадай кітап ағылшын тілінен ыңғайлы болу үшін шығарып алғанмын. Және де осы бойынша біз бүгін мына adjectives-тен бастап жаңа сөздерді үйренемін, және өзіңнің үйренген сөздеріңді қаншалықты дұрыс үйренгеніңді анықтай аласың. Ендеше кеттік. Мен қазір сіздерге Flex жайлы айтқым келіп отыр. Сағатта 5:30 болып қалған екен. Flex программасы ол бізде оқушыларға арналған Америкаға барып келуге мүмкіндік беретін программа болып табылады. Бұл программаға өзінің белгіленген елдердің оқушылары бара алады. Және де келесі ереже ол әрине сіз осы Flex программасының сай оқушы болуыңыз қажет. Яғни жасыңыз сай келу керек, және сыныпта 10-шы сыныпқа дейін қатысуға болады. 1 жыл сол жақта оқып келесіз, ал 11-ші сыныпта оқи алмайсыз, өйткені мысалы 10-шы сыныпта тапсыратын болсаңыз, ендеше сіз 11-ші сыныпта сол жаққа барып келесіз. Бір қиындықтар әрине энті, боты деген секілді, алтын белгі деген секілді мәселелер болуы мүмкін. Бірақ та мен қазір Flex программасы жайлы сіздерге толық айтып бере алмаймын, өйткені бұл видеоның мақсаты ол жайлы емес. Менің жай ғана сіздерге айтқым келетіні, егер Flex программасы жайлы білетін болсаңыздар, келесі жылы мысалы тапсыратын болсаңыздар, ендеше мектептегі мұғалімдер, оқушылар барлығына айтып, жайып салып керек емес. Өйткені сіз әлі қатысып жатырсыз, әлі сіз мысалы 2-ші, 1-ші, не болмаса 3-ші турдың әлі нақты шешімін көрген жоқсыз, нәтижесін көрген жоқсыз. Сол себепті де ең бірінші, мүмкін болса ол жайлы көп адамдарға айтып қажет емес, тек әрине жақын адамдарыңызға кейіннен өтіп кетіп жақсы нәтижелер болып жатса, сол уақытта меніңше бөлісуге болады. Менің беретін ұсынысым сол, бәлкім келесі видеода осы Flex жайлы түсіретін боламын. Кейінгі дүниелер ол мен қазір дебатқа қатысып жатырмын, ағылшын тілінен олимпиадаларға қатысып жатырмын. Бір жақсы жаңалық ол бізде мен дебаттан алдыңғы дебат кезінде аудандықтан 2-ші орын алдық. Кейін ағылшын тілінен жақсы дайындалып, ауданнан 1-ші орын алдым. Кейіннен облыстан 2-ші орын алдым. Яғни
облыс кезеңінде бізде Дарын, ктл тағы қандай өте көптеген мектептер қатысты. Меніңше мен осы жылы көп видео түсірген жоқпын және көптеген дүниелерді сіздер білмейсіздер. Мысалы ретінде біз 10-шы сынып болғаннан кейін өте көптеген іс-шараларға қатысамыз, олимпиадаларға қатысамыз деген секілді. Және де мен парламент мүшесі болған болатынмын. Сол бойынша да бізде іс-шаралары болады, челлендж түсіру болады. Сол дүниелермен менің мүлдем қолым босамай кетті. Және де айтатын тағы бір дүние, мен 27 қаңтар туған күнім болды. Бірақ өте қатты өкінемін сол туған күнім жайлы видео салмағаныма, влог түсірмегеніме. Одан кейін мен AirPods салдым, алтын, мысалы, әртүрлі сақина, білезік алған болатынмын. Және де мен сыныптастарым маған осындай кітаптар берді. Осыдан 3 тағы 2 кітап бар, ол әрине басқа тақырыпта. Қазір менің оқып жатқаным осы «Маленькие женщины». Маған бірінші осыдан бастадым, өйткені мен бұның ағылшыншасын оқыған болатын. Ағылшынша өте оңай деңгей. Мен ағылшын тілін енді оқып бастаған кезде сол кітапты оқыған болатынмын. Little Women деген. Кейіннен осы орысша версиясын оқып жатырмын енді. Шынымен де өте түрлі события, әртүрлі қызықты оқиғалар бар. Мен қазір бұның 176-шы бетіндемін. Негізінде мен бұны өте тез аяқтап тастай алатын едім, бірақ та әртүрлі дебат, іс-шара болғандықтан кітап оқып жүрген жоқпын. Сонымен қатар мен iPhone алдым, 15 Pro. 15 Pro мен видео түсірген өте ыңғайлы, яғни Pro мен Max жайлы айтып жатырмын. Және де келесі мақсат ол менде SMM мамандығы бойынша көбірек ақпарат алу. Мен әлі ешқандай курс сатып алған жоқпын, тек енді қазір YouTube, Instagram деген секілді әртүрлі платформалардан өзім ақпарат жинап, видео сабақтар көру болып табылады. Өйткені менде қазір тағы да курс сатып алуға ешқандай уақыт жоқ, оны көруге деген секілді. Сол себепті де қазір тек қана бір вебинарлар болса соларға қатысып жатырмын. Бірақ та алдағы уақытта видео монтаждау, қалай түсіру деген секілді әртүрлі саланы өзім дамытқым келеді, және бұл менде бір жаңа мақсат болып табылады. Менде мектеп пәндері бойынша бүгін орындалмаған орыс тілі екен, яғни мен характеристика беруім керек. Біз қазір «Бесприданница» дейтін тақырыпты өтіп жатырмыз, шығарманы, произведениені, және ол бойынша фильм көрген болатынмын. 2 сериядан тұрады екен, өте қызық болды, өйткені шынымен де актер, актрисалар өздерінің рөлін өте жақсы алып шықты деп айтуға болады. Өйткені менде сол фильм біткен кезде, сериалдары, серия біткен кезде 2 серия басқаша чувство болды бір. Сол қыздың тағдыры жайлы ойлану, неге олай жасады, неге бұлай жасады деген секілді кейбір сұрақтар менде туындады деп айта аламын. Мен уже тамақтанып алдым, бет-аузымды жуып, бірақ та мүмкін болса бірден ұйқыдан тұрғаннан кейін жылы су ішу керек. Өйткені әрине бірнеше асқазан дайын болу үшін әрине тамақтануға, бірақ та менде ондай болған жоқ. Енді жылы су ішіп жатырмын. Және маңызды нәрсе, жай ғана су емес, мүмкін болса жылы су ішу керек.
болсын.